Басты байлығын бағалай білетін ағайын армысыздар. Күн бейсенбі эфирде денсаулық ережесі бағдарламасы. Сіздермен журналист қыздарыңыз Әсел Сәбитова. Бүгін біз жүректің қызметі қан қысымы турасында сөз ететін боламыз. Олай болса бүгінгі қонақпен таныс болыңыздар. Облыстық клиникалық аурухананың кардиолог дәрігері Жайлау Нұрқанат Мұқанғалиұлы. Нұрқанат Мұқанғалиұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік, саламатсыз. Алғашқы сауал өзіңізге байланысты болсын. Неліктен кардиолог мамандығын таңдадыңыз? Хирург бар, терапевт бар, медицинада сала жетеді ғой. Бұл сұраққа келетін болсақ, ең басында 4-ші, яғни Қарағанды медицина университетінде оқып жүрген сәтте 4-5 курс кезінде бізде кардиология цикл болды. Сол кезде өзіме түсінікті болған, өзіме ұнаған мамандық осы болды. Сол кезде ой келді, кардиология мамандығына тапсырам деген. Содан бері осы кардиология саласында. Жалпы қан қысымы деген сұраққа келетін болсақ, ол қазіргі кезде көп кездесетін мәселе біздің халқымызда, яғни біздің тамақтану салтымызға байланысты, орналасқан аймақтарымызға байланысты, экологияға байланысты осы қан қысымы, жалпы осымен зардап шегетін адамдар өте көп. Қан қысымы деген сұраққа келетін болсақ, ол қан қысымы, яғни қанның адам ағзасындағы қан тамырларға түсіретін күші. Яғни оның көтерілуінің бірнеше себептері бар. Ол жаңағы артық салмақ, аз қозғалыс, дұрыс тамақтанбау, дұрыс ұйықтамау, әртүрлі күйзеліс факторлары, оның бәрі бізде қан қысымының көтерілуіне алып келеді. Және де қан қысымының тағы да көтерілуінің ең бірінші себебі ол тұқым қуалаушылық болып табылуы мүмкін. Яғни ата-анамызда, одан арғы аталарымызда қан қысымымен егер біреуде зардап шеккен болса, ол бізге берілуі мүмкін. Сондықтан жалпы осы қан қысымының көтерілуі салдарынан көптеген асқыныстар болады. Қан қысымының осы көтерілуіне жалпы адам ағзасында созылмалы бүйрек аурулары әсер етуі мүмкін, қант диабеті әсер етуі мүмкін. Одан кейін қан құрамындағы сұйықтықтың артуы, жүректің жиі соғуы, ол да кейбір жағдайларда қан қысымының көтерілуіне алып келеді. Қандай жағдайда біз гипертония бар деп жатамыз? Енді артериалды гипертензия диагнозы, ол бізде артериалды қан қысым диагнозы. Қан қысымы бір рет көтерілгеннен біз ондай диагноз қоймаймыз. Яғни ол аптасына, айына бірнеше мәрте көтеріліп, науқастың өмір сүру сапасын түсіретін жағдайда, сондай кезде біз осы диагнозды қоямыз. Ол нормасы бізде қалыпты жағдайда 120-80 мм сынап бағанасында болады. 130-80 болса, ол бізде жоғары қалыпты деп саналады. 140-80-нен ары қарай, 140-90 ол уже бізде қан қысымның бірінші дәрежесі болып саналады. 160-тан ары қарай екінші дәреже, 180 және одан жоғары ол бізде қан қысымның үшінші дәрежесі болып саналады. Сіз дәрежелерді цифрлармен нақты түсіндіріп жатырсыз. Бірақ ешкім қасында жаңағыдай арнайы құрылғыны алып өлшеп жүрмейді ғой, қандай да бір белгілері бар шығар. Қан қысымның белгілері бар, яғни қан қысымы ең алғаш көтерілген сәтте ол бас ауырсынуына алып келуі мүмкін, бас айналуға, құсу, жүрек айну сезімдеріне алып келуі мүмкін, көрудің нашарлауына алып келуі мүмкін, және де жүрген кезде теңселу сияқты осындай белгілер болады. Жалпы қазір гипертониктар жасарды деп жатырмыз. Неше жастан бастап сіздің алдыңызға осындай жаңағыдай мәселемен келеді аурулар? Енді сирек жағдайда 16, 18, 19 жастағы балаларда да болады қан қысымы. Оларды біз тексереміз, барлық жан-жағынан осы қан қысымының көтерілуіне алып келетін себептерді анықтаймыз. Көп жағдайда ол ата-анасынан берілуі мүмкін, тұқым қуалаушылық ауруы болуы мүмкін. Ал одан бөлек қазір көбінесе енді практикада кездесетін ол бізде 35-40 жастан жоғары қарай уже қан қысымы көп адамдарда көтеріле бастайды. Кейбір адамдар айтып жатады, мен табиғатқа тәуелдімін, метео тәуелдімін деп. Бұл да әсер етеді. Ол да әсер етеді. Енді қан қысымымен зардап шекпейтін адамдарда олай бола қоймайды. Қан қысымымен зардап шегіп жүрген адамдарда енді оларда табиғат құбылыстары болған кезде қан қысымы көтерілуі мүмкін. Қабылдап жүрген ем шараларына қарамастан кездесіп жатады ондай. Көп жағдайда адамдар айтып жатады, менде давление қан қысымы бар екен, өзім білдім. Түнде ұйықтап жатқанда қолым ұйыды, аяғым ұйыды деген сияқты. Бұл қалай әсер етеді ағзаға? Енді қол ұю, аяқ ұю деген белгілер егер қан қысымының болуы мүмкін көтерілуінен.
Бірақ егер нақты қан қысымы көтерілу салдарынан қол аяқ ұю болатын болса, ондай жағдайда дәрігерге қаралу керек. Жақсы. Ол жаңағы тілдің ұюы, сөйлеудің нашарлауы деген сияқты, ол ең алғаш бізде миға қан құйылу белгілерінің болуы мүмкін. Сауалды қазір сәлден кейін толықтыратын боламыз. Бізде жарнамалық үзіліс. Құрметті көрермен тыңдарман, тағы да естеріңізге сала кетейін. Бүгін біз қан қысымы, жүрек ауруы турасында сөз етіп жатамыз. Олай болса, Нұрғанат мырза, жаңағы сауалды жалғастырып өтсек. Неліктен аяқ қол ұйыған кезде бұл қан қысымының жоғарылауы деп түсінеміз? Енді аяқ қол ұюы қан қысымы өте қатты жоғары көтерілген кезде белгі беруі мүмкін. Сондай ол жаңағы көбінесе инсульттің, миға қан құйылудың алғашқы белгілерінің бірі болып саналуы мүмкін. Онымен қатар тілдің күрмелуі, сөйлеудің бұзылысы, қимыл қозғалысының бұзылысы, бір орында тұра алмауы, бұның бәрі өмірге қауіпті көрсеткіштердің бірі болып саналады. Яғни егер қан қысымы ондай егер белгілер байқалса, ең бірінші түрде үй жағдайында жасалатын нәрсе ол бірінші адам үйде қан қысымын өлшеу керек. Егер қан қысымы жоғары болып тұрса, онда жедел жәрдемге немесе дәрігер көмегіне жүгінген дұрыс болады. Ал егер қан қысымына байланыссыз болса, аяқ қолдың ұюы, онда ол ондай жағдайда омыртқа сияқты омыртқа қызметінен болатын болуы мүмкін. Ондай жағдайда невропатологқа көріну керек. Оның аяқ қолдың ұюы көбінесе остеохондроз, омыртқа грыжасы, протрузия деп айтамыз, сондай ауруларда кездеседі аяқ қолдың ұюы. Өзіңіз жаңа айтып жатырсыз, аяқ қол ұйыса жаңағыдай жедел жәрдем шақыру керек деп. Көп жағдайда жаңағыдай қан қысымы көтерілген жағдайда, мысалы үшін жедел жәрдемге хабарласақ, сұрап жатады, аяқ қол ұйыды ма, қандай белгілері бар деген сияқты, анық сөйле ма деген сияқты. Сонда олар да алғашқы белгілеріне аса мән беретін болып тұр ғой. Жалпы гипертония белгі бермеуі де мүмкін шығар, қан қысымы белгісіз, яғни ешқандай симптомсыз да өтуі мүмкін. Яғни көп адамдар өзінің қан қысымын өлшемейді үйде. Сондықтан кейбір кісілер ешқандай симптомсыз өтеді. Яғни дәрігерге қаралу барысында қан қысымын өлшеген кезде ғана ол кісіде 160 немесе 150 қан қысымы деп айтқан кезде көп кісілер таңғалып жатады. Менде ондай болмаған деп. Ол үйде қан қысымын өлшемегендіктен, дұрыс қадағаламағандықтан сондай жағдайлар орын алады. Ол негізі дұрыс емес. Яғни белгілі бір жастан асқаннан кейін қан қысымына постоянно тұрақты түрде бақылауда ұстап отыру керек. Яғни таңертең ең азы кемінде бір рет болса да қан қысымын өлшеп отырған дұрыс. Олар көбінесе 40 жастан асқан кісілерге сондай ұсыныс айтар едім. Көп жағдайда кейде бір айтып жатады, дәрігерлерге барып қана мен білдім, менде инфаркт болыпты осыған дейін деп. Енді ол инфаркт деген қан қысымы қатты көтерілген кезде де орын алуы мүмкін, немесе одан басқа себептерден де инфаркт болады. Жалпы инфаркт дегеніміз ол жүректің ауруы. Жүрекке, яғни жүректің өзінің қанмен қамтамасыз ететін қан тамырлары болады. Сол қан тамырлары бітелген жағдайда жүрекке қанның түсуі азаяды, немесе белгілі бір жүректің бөлігіне қан жетпеуі мүмкін. Соның салдарынан жүректің бұлшық еттерінде оттегіге мұқтаждығы артады. Соның салдарынан жүректе осы инфаркт алады. Яғни жүрек бұлшық етінің белгілі бір аймағында қоректің болмауы салдарынан жүрек бұлшық еті зардап шегеді. Бұл жоғары қан қысымынан да болуы мүмкін, немесе басқа себептерден де болуы мүмкін. Яғни адам кейбір жағдайда сезбей қалады жүрегінің ауырғанын, немесе көшеде кетіп бара жатып жүрегі қатты ауырсынуы мүмкін, мән бермейді ол жағдайға, и сол кезде адамда инфаркт орын алған болуы мүмкін. Яғни инфаркт аса ошақты болмаса, солай бастан өткізіп алады. Байқамай өтіп кетеді. Гипертония асқынған жағдайда ағзаға қандай ауыр салдар тигізуі мүмкін? Енді гипертонияның асқыныстары өте көп. Егер уақытылы дұрыс емделмейтін болса, көзге, бүйрекке, миға, жүрекке, жалпы адам ағзасындағы бүкіл мүшелерге әсер етеді. Өйткені ол қан қысымы деген адам дене мүшесіндегі бүкіл қан тамырлар, яғни бүкіл қан тамырларға аса қатты күш түседі қан қысымы көтерілуі салдарынан. Яғни салдары ауыр дейсіз ғой. Салдары ауыр. Түсінікті. Аздаған жарнамалық үзіліске барамыз, қайтадан қауышатын боламыз. Бағдарламамызды жалғастырайық. Инфаркт пен инсульттың айырмашылығына тоқталып өтіңізші.
Инфаркт пен инсульттың айырмашылығы ол инфаркт мида да жүректе де орын алатын процесс. Жүректе орын алған жағдайда ол жаңа айтып өткеніміздей жүрекке өзінің қан тамырлары арқылы қанның түсуі тоқтаған кезде жүректе оттегіге қорекке мұқтаждық орын алады, соның салдарынан инфаркт орын алады. Ал миға инфарктқа келетін болсақ, миға да өзінің қанмен қамтамасыз ететін қан тамырлары болады. Сол қан тамырлар бізде тромбпен бітелуі мүмкін, қанның үйінділерімен. Соның салдарынан миға да қан түсуі тоқтайды, соның салдарынан мида да инфаркт алады. Енді инсульт деген келетін болсақ, ол инсульт жалпы екі түрі бар, ишемиялық және геморрагический дейді. Ишемиялық инсульт деген сол біздің айтып отырған мидағы инфаркт. Инсульттың ол тек қана мида орын алады, инсульт жүректе болмайды. Инсульт геморрагиялық деген сөзіміз қан қысымы қатты жоғарылаған кезде қан тамырлардың қабырғасының шыдамауы салдарынан қан тамырының қабырғасы бір жерде жарылады, содан миға қан кету процесс орын алады. Ол бізде геморрагиялық инсульт. Ишемиялық инсульт деген ол жаңағы миға қан тамыр ішінен бітеледі тромбпен, немесе бляшка деп айтамыз, холестерин жоғары болған кезде қан тамырлар тесігінің тарылу салдарынан миға қан түсуі тоқтайды. Сол қан түсу тоқтаған аймақта мида өзгерістер орын алады. Ол ишемиялық инсульт. Оны инфаркт мозга деп те айтады. Бұлардың қайсысы болса да жақсы емес, бірақ осы жаңа инфаркт, инсульт болсын, қайсы болмасын, әп-сәтте басталғанда әрбір секунд маңызды, иә. Инсульт болатын болса, егер қан кету болатын болса, миға ондай кезде, егер үй жағдайында орын алса, қозғалтпау керек, жедел жәрдем келгенше күту керек. Адам ес-түссіз жатуы мүмкін, ес-түссіз жатқан жағдайда миға қан құйылып жатқан кезде орнынан ары-бері жұлқып қозғалтып, яғни оятуға тырысып жатады. Ондай кездерде көптеген асқыныстарға алып келуі мүмкін, яғни аяқ қолдарының өмір бойы істемей қалуы, қозғалмай қалуы деген сияқты, немесе орнынан тұра алмай жатып қалады өмір бойына. Инфаркт ол бізде жедел өлімге алып келуі мүмкін, егер уақытылы көмек көрсетілмесе. Сондықтан егер инфаркттың ол жүректе болатын алғашқы белгілеріне келетін болсақ, жүректің қатты қысып, күйдіріп, ашытып ауырсыну сезімдері болуы мүмкін, үтікпен басқан сияқты деп айтып жатады науқастарымыз. Сондай белгілер болған жағдайда, онда жедел жәрдем шақыру керек, дәрігерге қаралу керек. Егер инфарктты анықтау үшін ең алғаш бізде кардиограмма түсіріледі. Кардиограммада егер инфаркттың белгілері болса, ондай кезде жедел жәрдем ауруханаларға жеткізеді. Ол жерде ауруханаға 120 минут, 2 сағаттың ішінде жеткізілу керек, яғни 2 сағаттың ішінде алғашқы көмек көрсетілу керек. Егер инфарктқа көмек көрсетілмеген жағдайда, ол жүректің жиырылғыштық күшінің төмендеуіне алып келеді. Егер жүректің жиырылғыштық күші бізде фракция выброса деп айтады медицинада, енді орысша тілде. Ол нормада бізде 50%-дан жоғары болып саналады. Инфаркт алған кісілерде көп жағдайда ол 50%-дан төмендейді жиырылғыштық күші. Егер 50%-дан жиырылғыштық күші төмендесе, ол бізде уақыт өте келе жүректің созылмалы ауруына алып келеді, және де ол төмендеген жағдайда адам өмірі сапасының бұзылуына алып келеді. Яғни көп жағдайда физикалық жүктемелерге шыдай алмайды, ентігу болады, кішкене жүрген кезде аяқтарының ісінуі, сондай белгілер болады. Бұлардың қайғысы болмасын жақсы емес, әрине. Десе де алдын алуға болады ғой, дәрі-дәрмек тағайындалады деген сияқты. Алдын алуға болады, енді ол алдын алатын шаралар, скрининг шаралар бізде емханаларда жүргізіледі. Оған скринингке бізде емханалардан жылына бір рет шақырып отырады приемға, кардиологтың приемына, кім учетта тұрады, соларды есепте тұратын науқастардың бәрін скрининг жасап отырады, холестерин деңгейін тексеріп отырады, қан қысымын өлшейді, салмағын өлшейді. Яғни скринингтік шаралардан қашпау керек. Бізде емханалардан звондап шақырып жатқан кезде көбісі уақытым жоқ деген сияқты нәрселермен келмейді емханаға. Жыл сайын негізі кардиограмма, жүректің УЗИ-ін, холестерин деңгейін тексеріп отқан дұрыс. Сонда біз инфаркттың алдын аламыз. Өзіңіз айтып жатсыз, ем тағайындалады деп. Мысалы үшін қан қысымы жоғары адамдарға тұрақты түрде ішетін дәрілер тағайындалады, иә? Бұл тұрақты түрде дәрілер деген өмір бойына сол дәріге тәуелді болу ма? Енді
егер дұрыс салауатты өмір салтын ұстанатын болса, яғни кейбір адамдарда қан қысымының себебі ол артық салмақ болуы мүмкін. Егер қан қысымы көтерілген жағдайда көтеріле беретін болса, онда енді постоянно тұрақты түрде біз кеңес береміз дәрілерді ішуге. Енді кейбір адамдарда қан қысымы себебі семіздік болып саналатын болса, ондай кезде егер тұрақты салауатты өмір салтымен айналысып, көп қозғалып, салмақты қалыпты мөлшерге түсіретін болса, ондай кезде дәрігердің бақылауымен дәрілерден құтылуға болады қан қысымын ішетін. Яғни көп кейбір адамдарда енді артық салмақты тастаған кезде, күйзелістерден айырылған кезде өзін жеңіл түрде ұстап сезінетін болса, сондай кезде қан қысымы ешқандай дәрісіз енді қалыпқа келуі мүмкін, бірақ ол аз кездеседі. Тоқталып өтіңізші, қан қысымы көбіне кімдерде көтеріледі? Бұл сауалды қойып отырған себебім, қай аурудың бастауы болмасын жүйкеден деп жатады кейде. Иә, енді ол стресс деп айтамыз ғой, күйзеліс. Ол тек қана қан қысымының ғана көтерілуіне емес, көптеген аурулардың бірінші себебі болып саналады. Жүрек қан тамыр жүйесі болсын, асқазан ішек жолдары аурулары болсын, кез келген аурудың себебі осы күйзеліс. Ол күйзеліс организмде оянбай тұрған ауруды оятуы мүмкін. Кейбір отбасыларында қайғылы жағдайлар болған кезде себебі сол ұлым қайтыс болып еді деген сияқты сондай жағдайлардан кейін кейбір кісілерде қан қысымы көтеріледі. Одан басқа инфаркт алып қалуы мүмкін осы стресс салдарынан инсульт та болуы мүмкін, немесе қант диабет ауруларына да шалдығады. Сондықтан барынша стресстен аулақ болуға тырысу керек. Өзіңіз жаңа айтып жатсыз, стресстен болуы мүмкін деп. Көп адамдар жаңағыдай жүйкем тыныш болса, бәрі аурудан айналып өтуі мүмкін деп түсінеді. Дегенмен одан бөлек физикалық тұрғыда да стресс болады, мысалы үшін ағзаның шаршауы деген сияқты. Иә. Тек жүйке жүйесі ғана шаршамайды ғой. Иә, физикалық тұрғыда енді демалып тұру керек арасында. Қатты жұмыспен жалпы өмірді бірге алып жүру керек. Отбасына көңіл бөліп, отбасымен демалыстар деген сияқты ұйымдастырып. Енді қатты физикалық күйзелістен де адам шаршайды, ол да аурулар қалып келеді. Ол да дұрыс ұйықтамаса, көп жұмыс істесе, көп ойланатын болса, оның бәрі де осы жүрек қан тамырларының ауруына алып келіп жатады. Яғни қан қысымының көтерілуі ең бірінші кезекте. Жаңа өзіңіз жоғарыда айтып өттіңіз, скринингтік тексерістерден өту аса маңызды деп. Осы скрининг тексерістерден кейін есепке алынған адамдарға тегін дәрі, емдік шара тегін ғой бәрі? Иә, егер есепке алынса, қан қысымы бойынша емханаларда тегін дәрілер беріліп отырады. Енді бізде қан қысымы бойынша емханадан өзі берілетін дәрілер көп жағдайда науқастар дұрыс ішпейді оны. Сондықтан мына дәріні ауыстыру керек, мына дәрі маған көмектеспейді деген сөздерді жиі естіп жатамыз. Ол көмектеспеуі оның дәріні дұрыс қолданбағанда. Яғни кейбір дәрілер дәріні тұрақты түрде ішпейді, бір күн ішсе, бір күн ішпейді, немесе 2 рет ішу керек дәріні күніне 1 рет ішеді деген сияқты. Немесе өзі қан қысымына тағайындалатын 6 топтың дәрілері бар. Оның ішінде кейбір дәрілерді бір-бірімен қосып ішуге болмайды. Бізде емханада берген кезде қандай дәрі бар, науқас келген кезде сол дәріні пациенттің қолына береді. Сосын оны бергеннен кейін, оны науқас берген дәріні ішу керек деп ойлайды, күн сайын сол дәрілерді ішіп отырады. Бірақ ол берген дәрілердің арасында бір-бірімен қосып ішуге болмайтын дәрілер бар. Сондықтан тегін дәрі алатын болсақ, міндетті түрде кардиологтың кеңесі арқылы ішу керек. Яғни нұсқаулыққа бағыну керек дейсіз ғой? Нұсқаулыққа бағыну керек. Сұхбатымызды жалғастырайық. Жалпы ем шарасын айтып жатырмыз, дәрі айтып жатырмыз. Осының бәрін қолданбай-ақ әркім өзіне өзі көмектесіп, қан қысымын жоғарылатпай, жүректі ауыртпай жүруге бола ма жалпы? Егер қан қысымымен зардап шегетін адам болса, ол өз бет алды дәрілерді тоқтатып, өзім қан қысымымды түсірем деп ойласа, ол қателеседі. Яғни бірінші кезекте ол дәрігердің бақылауында болу керек, дәрілерді тоқтату үшін. Ал егер қан қысымымен ауырмау үшін жалпы көп қозғалыс керек, дұрыс тамақтану керек, күйзеліс факторларынан барынша алшақ өзін ұстау керек, және де дұрыс тамақтану керек. Тұзды тамақтарды, қуырылған майлы тамақтарды шектеу керек и күніне көп жүру керек.
Осы көп жүру керек дегенде есіме түсіп кетті. Және 10 мың қадам жүру бұл дәрігерлердің ойлап тапқаны емес, аяқ киім сататындардың өздері үшін ойлап тапқаны деген қалжың бар екен. Жоқ, ол бізде ұсынымдарда жазылған. Европалық ұсынымдарда 10 мың қадам жүру деген сияқты ондай бар. 10 мың қадам ол таңертеңнен кешке дейін санағанда 10 мың қадам емес, бір жүрген кезде 10 мың қадам жүру. Бір шыққанда серуенге 10 мың қадам жүріп келу керек, күнделікті түрде. Ол яғни бізде артық салмақтың қосылмауына септігін тигізеді. Жалпы адам ағзасына оң нәтижесін көрсетеді. Қан айналымын реттейді. Жақсы. Одан бөлек қандай кеңес айтар едіңіз? Өзіңіз кардиолог дәрігер ретінде қандай пайдалы ұсыныстарды ұстайсыз? Мен енді өзім пока жас болғандықтан қатты денсаулыққа мән бермейміз. Жұмыс барысымен үй күйбелең тіршілік деген сияқты. Бірақ енді басқа адамдарға кеңес айтатын болсам, салауатты өмір салтын ұстану керек, зиянды әдеттерден аулақ болу керек, шылым шегу деген сияқты, ол дұрыс тамақтану керек, және де өмірге жеңіл қарау керек. Кейбіреулер өзіне өз дәрігер болып, жүрегім ауырмау үшін мен қан сұйылтатын дәрі ішемін, осы жеткілікті деп жатады. Бұл қаншалықты дұрыс? Қан сұйылтатын дәрілер олар бізде давлениені түсіруге, қан қысымын түсіруге көмектеспейді. Ол көбісі ойлайды, қан сұйылтатын дәрілер ішсем давление көтерілмейді деп. Қан сұйылтатын дәрілер ол бізде қандай да бір аурулармен ауыратын болса, қант диабеті, қан қысымы деген сияқты аурулар болатын болса, сол аурулар кезінде инсульт пен инфаркттың профилактикасы ретінде тағайындалады. Артық салмақ болатын болса, ал егер ешқандай да қан қысымы болмаса, қант диабеті болмаса, артық салмақ болмаса, егер сау болатын болса, босқа ішіп керек емес. Кей жағдайда жатады, жасқа байланысты да қан қысымының реттелуі мүмкін деп. Егде жасқа келген адамдарда қан қысымының жоғарылауы өздігінен қойып кетеді деп. Енді егде жаста бізде көп адамдарда бұлшық ет массасының жоғалуына байланысты. Дене салмағы үлкен кісілер бізде арық болып келеді, дене массасын жоғалтады, дұрыс тамақтана алмайды, сол себепті қан қысымы жоғалып кетеді. Ал сол барлық мәселе артық салмаққа да байланысты болып тұр. Яғни жас үлкен кісілердің көбісінде біз байқаймыз, сол бұлшық ет массаларының азаюына байланысты. Кей жағдайда, мысалы үшін үлкен кісілерде қан қысымының жоғарылауы жаңағыдай қозғалыстың азайғандығынан деп жатады. Өзіңіз айтып жатсыз, жаңағыдай дене салмағы азаяды, қозғалыс азаяды ғой ол кісілерде. Көп жағдайда, мысалы үшін екінің бірі серуенге шығып, өз үшін саяхат жасай бермейді. Оның ішінде біздің қазақтар мысалы үшін немересін бағып үйінде қозғалыссыз отырып қалып жатамыз. Егер сұрақ жалпы қан қысымында мысалы үшін қозғалыстың маңыздылығы жаңа өзіңіз айтып өткендей. Қозғалыс керек. Ол қозғалыс бізде артық салмақ жинамау үшін керек. Одан кейін қан айналым дұрыс болу үшін керек, өзіңіз айтқандай. Енді қан қысымын түсіруге қозғалыс дегенде жаңағыдай өзіңіз айтып өткенде қозғалыс бір 10 мың қадам жүру ғана емес, бұл жерде спортпен айналысу деген сияқты қозғалыстың да түрі бар ғой, пайдалы. Енді 10 мың қадам деген ол үлкен кісілер енді басқа спорт түрлерімен айналыса алмайды. 10 мың қадам деген ол асықпай жай табиғат ауасында жүру. Жақсы, түсінікті. Сұхбатыңыз өте сүбелі болды деген ойдамын. Кері байланысқа шығып сұхбат сүбелі болды, қызықты болды деп жазып жатқан көрермен тыңдармандарымыз бар екен, сіздің әріптестеріңіз бар екен. Өте тамаша. Құрметті көрермен, бүгін біз жүректің қызметі, қан қысымының жоғарылауы турасында сөз еттік. Облыстық клиникалық аурухананың кардиолог дәрігері Нұрқанат мырза бізде студияда қонақта болды. Сізге көптен көп рахмет. Жүрегіміз ауырмасын. Аман сау болыңыздар.